Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ болып шығатын, піскеннен соң осылай үгітіліп тұратын самсаның қамырының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Ең алдымен қамырын илейміз. Ол үшін салқын суымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Егер жұмыртқаңыз кішкентай болса, 2 жұмыртқа қолдануға кеңес беремін. Дәміне қарай тұз саламыз және де қаймақ саламыз. Менде дүкеннің қаймағы 20%. Осы сұйық массамызды жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң осы сұйықтығымызды ұнымызға аз-аздан құя отырып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осы дайындалған сұйық массадан артық су қосудың қажеті жоқ. Қолыңызбен жақсылап жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерде жұп-жұмсақ қамыр иленіп шығуы қажет. Сүйікті менің көрермендерім, қазақ каналының алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, видеома лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырып, және де осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды. Осылай жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Теңдей 2 бөлікке бөліп, бөлме температурасында 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біз сары майымыз бен тоң майымызды жақсылап ертіп аламыз. Келесі кезекте жаңағы тындырып қойған қамырымыздың бір бөлігін алып, ұн сеуіп боқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан жайылуы да өте оңай болады және де тез жайылады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді жаңағы ертіп дайындап қойған сары майымыз бен тоң майымызды осы қамырымыздың ортасына жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, самсаларыңыздың қамыры жұп-жұмсақ болып, және де піскеннен соң үгітіліп тұрады. Міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар. Сары майымызды жақсылап жағып болғаннан соң, осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап нығыздап қамырымызды орап шығамыз. 2 қамырымызды да дәл осылай жайып, ортасына майымызды жағып, орап шығамыз. Содан соң тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Қаласаңыздар, 1 тәулікке қойсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына менде тартылған ет, пияз және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламын. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Салмасына қаласаңыздар картошка салсаңыздар да болады. Енді жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, осылай барлығын біркелкі етіп, кесіп турап шығамыз. Қамырымыздың барлығын кесіп болғаннан соң жартысын осылай пакетикке салып, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Себебі ортасында құрамында май болғандықтан еріп, жұмсақ болып кетуі мүмкін. Енді осы бөлінген қамырларымызды біркелкі етіп жайып алып, ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп бүгіп шығамыз. Жалпы самсаны әркім өз қалауынша бүгсе болады. Самсалардың барлығын бүгіп дайындап болғаннан соң, арнайы формамызға саламыз. Пергамент қағазы болмаса, форманың астын майлап алуды ұмытпаңыздар. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарысын міндетті түрде жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған печкіде 220 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің самсаларымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.